Алматы облысы Панфилов ауданы Шоқан Уәлиханов атындағы орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі Әділқан Елжан Әділқанұлы. Сіздерге математика пәнінің 78-ші сабағын ұсынамын. Балалар, математикалық жұмбақты шешіп көрейік. Жұмбақтың шешуі бүгінгі сабағымыздың тақырыбымен байланысты болмақ. Жарайсыңдар балалар, дұрыс таптыңдар. Жұмбақтың шешуі 3. Демек, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы 3 санына көбейту және бөлу кестесін құрастыру. Бүгінгі сабақта көбейту мен бөлу амалдарының өзара кері амалдар екенін түсінесіңдер. 3 санына көбейту және бөлу кестесін құрастырасыңдар. Көбейту және бөлу компоненттерінің байланысын меңгересіңдер. Балалар, берілген суретке мұқият назар аударайық. Тізбектерге бірдей етіп бөлінген гүл шоқтары бейнеленген. Бір тізбекте 3 гүл шоғы орналасқан. Ал тізбектер саны нешеу? Дұрыс айтасыңдар балалар, тізбектер саны 7. Берілген суреттегі гүлдердің барлық санын табу үшін көбейту амалын пайдаланайық. Тізбектегі гүл саны 3-ті, тізбек саны 7-ге көбейтейік. Көбейтінінің мәні нешеге тең? Дұрыс айтасыңдар балалар, көбейтінінің мәні 21. Яғни тізбектегі барлық гүлдер саны 21. Яғни көбейтуді бөлу амалымен тексеріп көрейік. 21 мен 3-тің бөлінісі 7-ге тең. Яғни көбейтіндінің мәнін көбейткіштің біреуіне бөлу арқылы екінші көбейткішті табуға болады. Яғни көбейтуді бөлу амалы арқылы тексеруге, ал бөлу амалын көбейту амалы арқылы тексеруге болады. Яғни балалар, көбейту мен бөлу өзара кері амалдар. Осыны балалар есте сақтайық. Бірінші тапсырманы балалар мынадай дескрипторге сүйене отырып орындадық. Бүгінгі сабағымыздың негізгі мақсаты 3 санына көбейту және бөлу кестесін құрастыру. Қазір 3 санына бөлу және көбейту кестесін құрастырып көрейік. 3-ті 2-ге көбейту, яғни бұл 3 санын 2 рет қосу деген сөз. Яғни 3 пен 2-нің көбейтіндісі 6-ға тең. Ал көбейтуді кері амал бөлумен тексерейік. 6 мен 3-тің бөлінісі 2-ге тең. 3-ті 3-ке көбейту, яғни 3 санын 3 рет қосамыз. Яғни 3 пен 3-тің көбейтіндісі 9-ға тең. 9 пен 3-тің бөліндісі 3-ке тең. 3-ті 4-ке көбейту, яғни 3 санын 4 рет қосамыз. 3 пен 4-тің көбейтіндісі 12-ге тең, 12 мен 3-тің бөліндісі 4-ке тең. 3-ті 5-ке көбейтеміз, яғни 3 санын 5 рет қосамыз. 3-ті 5-ке көбейтсек 15, 15-тің 3-ке бөліндісі 5-ке тең. Балалар, біз сендермен 3 санына бөлу мен көбейтудің 5-ке дейінгі кестесін құрастырдық. Ал енді сендер 6, 7, 8, 9 санына дейінгі 3 санына көбейту мен бөлудің кестесін құрастырып көріңдер. Оны мынадай дескрипторларға сүйене отырып орындасаңдар болады. Жақсы балалар, ендеше дұрысын тексеріп көрейік. Балалар, барлығың кестені дәл осындай етіп құрастырдыңдар деген ойдамын. Ал енді өзімізді бағалайық. Кестенің барлығын дәл осындай үлгідегідей құрастырған болсаңдар, бағдаршамның жасыл түсін бояңдар. Ал 1-2 қате жіберген болсаңдар, бағдаршамның сары түсін бояңдар. Ал 3-4 қате жіберген болсаңдар, бағдаршамның қызыл түсін бояп
өз-өздеріңді бағалаңдар. Келесі тапсырма салыстыр. Берілген өрнектердің мәнін тауып, салыстыру таңбасын қойыңдар. Бұл тапсырманы мынадай дескрипторларға сүйене отырып орындасаңдар болады. Жақсы балалар, тапсырманың дұрыстығын тексерейік. Салыстыру таңбаларының барлығын дұрыс қойдыңдар деп ойлаймын. Егер де балалар салыстыру таңбаларының барлығын дұрыс қойсаңдар, бағдаршамның жасыл түсін бояңдар. Ал салыстыру таңбаларының 5-еуін дұрыс қойсаңдар, бағдаршамның сары түсін бояңдар. Ал салыстыру таңбаларының 2-3-еуін дұрыс қойсаңдар, бағдаршамның қызыл түсін бояп, өз-өздеріңді бағалаңдар. Балалар, бүгінгі алған білімімізді дұрыс жауабын таңда әдісі арқылы тексерейік. 5 сұрақтың дұрыс жауабын тауып, дәптерімізге жазамыз. Тапсырманың дұрысын тексеріп көрейік балалар. Барлығың 5 тапсырмаға дұрыс жауап бердіңдер деп ойлаймын. Егер де 5 сұрақтың 5-еуіне де дұрыс жауап берген болсаңдар, бағдаршамның жасыл түсін бояңдар. Ал 5 тапсырманың 4-еуіне дұрыс жауап берсеңдер, бағдаршамның сары түсін бояңдар. Ал 2-3 сұраққа дұрыс жауап берсеңдер, бағдаршамның қызыл түсін бояп, өз-өздеріңді бағалаңдар. Үйге тапсырма. 33-ші беттегі номер 3-ші есептің А бөлігін орындау. Есептің берілгені. Сырым эстафеталық жарыста әр жүгірген сайын 3 топтан әкеледі. Егер ол 4 рет жүгірсе, онда неше доп әкеледі? Яғни сырымның 4 рет жүгіргендегі алып келетін добының санын анықтауымыз керек. Қысқаша, есептің шартын былай құрамыз. Есептің шешуі, яғни сырым 4 рет жүгірсе, 12 доп алып келеді екен. Ал енді сендер балалар, сырым 5 рет, 6 рет, 9 рет жүгіргенде неше доп әкелетіндігін тауып, есептеп дәптерлеріңе жазасыңдар. Балалар, біз бүгін сабақтағы тапсырмалардың барлығын бағдаршам әдісі арқылы бағаладық. Сабақты бағдаршам әдісі арқылы қорытындылайық. Бүгінгі 3 санына көбейту мен бөлуді толық меңгердім. Бөлу мен көбейту компоненттерін толық білемін десеңдер, бағдаршамның жасыл түсін бояңдар. Егер 3 санына көбейту мен бөлуде және көбейту мен бөлу компоненттерін ажырата білуде көмек қажет десеңдер, бағдаршамның сары түсін бояңдар. Ал 3 санына көбейту мен бөлуді және көбейту мен бөлу компоненттерін ажырата білуді әлі де түсінуім керек десеңдер, бағдаршамның қызыл түсін бояп, өз-өздеріңді бағалаңдар. Осымен балалар, біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.